Скинул вес 75 снова. Ассалаумағалейкум. Міне мен демалайын деп жатырмын. Жатардың алдында мен сіздермен бір әңгімені бөлісім келіп тұр да. Шетелде, например, Джек Пол, блогерлар, профессиональный боецтермен шығып жатыр ғой, боксерлармен төбелесіп, проф болсын, ММА болсын, бәрі төбелесіп жатыр. Бізде де қазақ еліне неге шоу жасамасқа? Қазақ еліне, например, мен өзім Флойд Майуэзер мен Джон Джонсты тарттырып алып, бір картта төбелесіп саламын да. Данияр Елисеев айтты ғой, с передышками Еркебұлан Тоқтармен, мотиватормен төбелесіп саламын дейді да. А мен без передышки. Екеуімен без передышки жасап беремін да, шығып. А на десерт Данияр Елисееву можно потянуть. Проблема нет. Үшеуімен төбелесіп салайын сонда. Без передышки. Сразу ғой, сразу. Потому что менде уақыт жоқ, достар. Менде уақыт жоқ, демалатын уақыт жоқ. Скоро біреулер айтқандай пенсияға шығарсы келеді. Әлі шығара алмай жатыр мотиваторды пенсияға. Так что солай, достар, жақсы ұсыныс болса, мен дайынмын, короче. Шығып қазақ еліне шоу жасауға, істеуге деген сияқты. Солай, достар. Спокойно. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қайырлы күн. Сіздер айтасыздар ғой енді, Еркебұлан мотиватор сенің уровенің емес, саған болмайды деп. Былай жасасақ, Джордж Форман сияқты бір күнде 4-5 боецпен шықты ғой енді. Мен 4-5 боецпен шығамын демеймін. Еркебұланмен шығайын, артынан сразу сол күні мотиватормен шығайын. Сәл перерывпен. Қалай қарайсыздар? Кто готов это организовать? Я готов выйти. Просто посмотрите историю Джорджа Формана после поражения Али. Он 4 или 5 соперниками вышел, отбоксировал каждый раунд, разные соперники выходили. Но у нас можно сделать с одним до конца. Он выходит, потом передышка там минут 15, ладно, да, там 10, и с другим. Будет классно. Уровень не уровень, но есть усталость физическая. Поэтому будет нормально все, я думаю. Силы будут равны. Данияр Елисеев – один из самых ярких представителей казахстанской школы бокса, харизматичный, амбассадор Head and Shoulders. В любительской карьере Данияр Елисеев прошел по-настоящему выдающий путь. Его вершиной стало золото Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограмм. Давайте посмотрим, как это все было. 1/8 финала. Данияр начал уверенно. В первом бою он встретился с представителем Великобритании Джош Келли и сразу показал свой фирменный стиль, контроль и дистанцию, точность и хладнокровие. Как он с ним играет? Джеб. Второй джеб зашел. Нокдаун. Данияр. Очень отличный футбол. Данияр уверенно проходит Джоша. Всем ассаламу алейкум. Әрине ол қалжың ғой. Мен брат сіздерге айтып жатқан болған оқиға жөнінде Джордж Форман қалай шыққаны туралы. Бұл бауырларымыз, өзіміздің қазақтың бауырлары ғой. Соперник бізге бұл қазақта мына Зуппа лигасында табылады. Сендерге қызық әңгіме болсын деп айтқан әңгіме ғой. Біраз комментариялар, біраз сообщениялар келді. Рахмет. Мура, айыртсайшы мынаны айыртсайшы, натуре. Қуат натуре бар ғой, Америка қаш кетпе ені. Қашып кетпе, менімен шығасың биыл сен. Қуат. Қымыз ішпей демеймін, іш. Бірақ көрсетіп ішпешеш, ят болады ғой, ебать. Көрсетіп ішпешеш, ят болады ғой. Мен көрсетпешемін. Ят болады ғой, ебать. Халықты Қытай сыйлашеш, подписчиктерімді, ебать. До конца! Мура, красавчик родной. 3 ойын көтің айыртайықшы мынаны, болды, кетеміз ары қарай, басқа біреуге. Не интересно. Лайк басудайық, достар, лайк басудайық бәріміз. Ой, недооценка, да? Мура отыр, Мура перчатка көрді, Алишер перчатка көрді.
недооценить етіп жатыр. Мура легенда деші, ұтылдың ғой, Мура легенда. Мура легенда, мақұл, базар жоқ. Қазақтың жігіттері бәрі легенда, не ошибайся. Қазір 2 ойын бойы тағы айтасың легенда деп. Ей, менде де легендалар отыр. Данияр, тигр. Кім отыр сен жақтан? Кім отыр? Мен легендаларым қазір көресің. Легендаларым перед бәрін. 3x. Бекмұрат! 3x. Бекмұрат, қанат! Біздің легендалар көріп атысқаншасың қалай? Шикстатыға тәңк. Бүгін тренировкадан келдім кішкене. Демал. Міне легенда отыр родной. Ей, уайындама, ойын біткен жоқ. Жете алмайсың сен. Хей, бұл өмірде жете алмайтын. Бір шапалақ обязательно 28 уровень, обязательно родной. Бұйырса, екеміз биыл реванш, мен сен женем. Қымыз қойшеш, бля, натур, бля, тренировка Ей, сен мен сені женем деймін. Биыл жоқ, женем. сен екеуміз шықпаймыз, білесің ба неге? Неге шықпайсың? Потому что организация бізге төлемей жатыр, сен маған қарама. Сен 40-қа дейін өзінің атын жасап ал. Қуат, жабан. Мен атын жасап алғам. Қойшы, родной, бля, Мен тасташы. қайсың десе бәрі. Лайк басайық, достар. Сені кім арқылы таниды, бля, мен арқылы таниды, натур, чабан, нахуй. 3 роза, достар, кеттік бір розадан өтіп кетейік, бір розадан. Алихан, красавчик, Алихан. Мура, базара нет, нахуй. Көтің айырып текші мынаны шешесі. Суреттірмей бар ғой, бір шапалақпен танымал қылып жүрдік қой, мына 20 миллион просмотр желетті, бір шапалақпен, ебай. Ойлап қараңдаршы, достар. Мынандай ето кім таныды? 3x газуем. Көтің айырып текші, Мура. Мына шанс бермейікші. Короче, достар, Дохадамын. Бір суткаға қалып кеттім. Кеше Алматыдан ұшатын самолет 2,5 сағатқа кешігіп ұшты да. Мен негізі келіп 1,5 сағаттан кейін Майамиға ұшатын самолетқа отырып, Майамиға кетуім керек болған. Кешігіп келгеннен кейін келсем, короче, Майамиға ұшатын самолет ұшып кеткен ғой. Енді келесі самолет ертең. Соны енді күтем. Еще Майамида суткасы 600 мың теңге тұратын отель броньдап қойған ғой, еще 10 броньдап, еще төлеп қойған. Үйтпесең болмайды да, потому что кіргізбейді сен Америкаға. Броньын көрсетпесең кіргізбейді. Сөйтіп 600 мың теңге, короче, ауаға кетті, короче. Хайыр деген сөз бар, бірақ бізде сон қолданатын нағыз сәтке кеп қойған сияқты, хайыр деп қойып, мына жерде тұрмын мен. Как ты там в Дохе? Все хорошо у тебя? Мне пишут куча народу о том, что готовы тебя встретиться, побыть с тобой, провести время. Дейді, сосын. Еркөш, короче, сен елшіліктен іздеп жатыр. Генконсул жаңағы звондап маған. Елшіліктен іздеп жатыр. Қайдасың? Қонақтайық, тамақтанайық деп айтып жатыр. Қайдасың, маған жазып сал. Алдыңғы сторисін андай жылап далада қалып кеттім деген сияқты оқып қалған-ау деймін. Қаншама адам жазып жатыр екен, достар. Аллаға шүкір, далада қалған жоқпын, достар. Далада қалмайсың ғой. Авиакомпания алып берді номер. Солардың косягі ғой, мен кешіккен жоқпын, авиакомпания кешіккеннен кейін барлық жағдайым жасап жатыр. Бірақ жаңағы жазып жатқан кісілермен жолықсам ба деп тұрмын. Рахмет, блин, осылай. Риза боласың да қазақтарға, шетелде бірдеңе болып қалса, обязательно жұлынып шығады ғой, чё там, не көмек деп.